Мектептерде осындай арнайы сыныптар осы ерекше балаларға ашылып жатқанымен мектептер мен оған дайын деп айта алмаймын. Білім саласының маманынан сұрайықшы. Мектепте инклюзивті сынып деген ондай ұғым жоқ. 9 сынып бітірді, аттестатын алды, біз мектептен шықтық. Әрі қарай не болатын әлі қай жаққа біз мойын бұрамыз. ПМПК деген бір жер бар. Әрбір бізге келген балалардың ПМПК қорытындысына қараймыз. Таңдап жазылып үлгеруің керек. Ол міндетті түрде ол жерде сайт істемейді. Ол ашылмайды. Оны жаза алмайсың. Кейбір ата-ана мысалға оның компьютері жоқ. Тексеруіне бару үшін алдын ала жазылу керек. Жазылуға еще мүмкін емес. Ол жер баланың тағдырын шешетін жер ғой. Мен сол ПМПК-дан жыламай шыққан ана жоқ шығар деп ойлаймын. Мемлекеттік орталықтарда ондай мамандықтар жоқ болғандықтан ата-аналар 1 сағаттық, 2 сағаттық сабақтар үшін 200 мыңнан бастап 300-400 мыңға дейін, егер жарты күндік сабақтар болса, ол 500 мыңға дейін ақы төлеу қажет болып тұрады. Қайырлы күн, эфирде қоғам талқы. Біз бүгін қоғамдағы өзекті мәселенің бірі ерекше балаларға білім беру, олардың білім алудағы қиындығы және қоғамда инклюзивті орта қалыптастыру деген мәселені талқылағымыз келеді. Студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Гүлбану Әниятқызы, журналист, ерекше баланың анасы, Азамат Бақытбекұлы, коррекциялық орталықтың жетекшісі және ерекше баланың әкесі. Ақманат Дәулетқызы, білім беру саласының маманы және Динара Еркінқызы, ерекше балалардың анасы. Енді бұл мәселені Гүлбану Әниятқызы үнемі өзінің блогында көтеріп отырады. Бірінші, жаңағы кезең-кезеңмен жүретін болсақ, бұл балалардың мектепке бару кезеңі үлкен бір қадам сияқты, әр ата-анаға бір сын сияқты. Мен 5 жыл, 6 жыл бойы бұл баланы анда тасыдым, мұнда тасыдым, ендігі нәтиже қалай, мектеп алама деген мәселе бар. Гүлбану, өзің қалай осы мәселемен бетпе-бет келіп жатырсың ба? Айтұмар 7 жаста, қызың? Қазір 7 жас, күзде бұйырса 8-ге толады. Енді мысалға кез келген ата-ананың арманы ғой, жаңа баламды мектепке берсем деген сияқты. Ерекше балалардың да ата-анасы бала енді бір мектептің қабырғасына барса, табалдырығын аттаса, оқыса деп армандайды. Ол арнайы мектеп бола ма, жоқ инклюзиялы мектеп бола ма, әйтеуір. Сондай ананың бірі мен ғой, биыл күзде бұйырса Айтұмарды осы 8 жасқа толады, 0-ші сыныпқа, яғни жалпы мектептің арнайы сыныпына берсек деп отырмыз. Ол арнайы сынып осыған дейін болмаған. Биыл мектептер, осы Астана мектептерінде жаңадан ашылып жатыр. Ол жерде бір сыныпта 10 балаға дейін оқиды. Сабақ жеңілдетілген бағдарлама деп айтты, жеңілдетілген оқулықтар болады деді. Сабақты кәдімгі педагог емес, дефектолог пен педагог өткізеді деді. Бала саны 10-нан аспайды. Демек, ол жерде диагнозы бар, жеңіл диагнозы бар балалар оқиды деді. Бұл енді мен қазір енді баламды қайтсе мектепке берсем деген тұрғыдан емес, көрейін. Ол мектеп үшінде, бала үшінде эксперимент дейміз ғой, тәжірибе болайын деп тұр. Себебі мектептер мен оған дайын деп айта алмаймын. Іс жүзінде, қағаз жүзінде әрине инклюзия бар. Сол инклюзияны біз орындап жатырмыз деген жаңағы есеп десек бола ма екен. Жаңа мектептерде осындай арнайы сыныптар осы ерекше балаларға ашылып жатқанымен оған мен дайын деп айта алмаймын. Себебі мен мысалға менің қызым баратын мектепте әлі маман жоқ. Ол сынып әлі дайын емес. Енді күзге шейін ашамыз, күзде дайын боламыз деді. Себебі енді мектепте, педагогтерде ондай балалармен жұмыс істеп көрмегеннен кейін оларға қалай жаңағы үйрету керек, қалай оқыту керек, оны білмейді. Бірақ енді бұл да жамандай беруге болмас бәрін. Бұл да бір инклюзияға деген бір алғы қадам деп ойлаймын. Бет бұрыс. Білім саласының маманынан сұрайықшы, сіздердің мектепте қазір инклюзиялық сынып бар ма? Жалпы тәжірибеде болды ма? Және мұндай балаларды оқытуда қандай қиындықтар бар? Жалпы мектепте инклюзивті сынып деген ондай ұғым жоқ. Сыныптардың барлығы өзінің литері бойынша бөлінеді. А класс, Ә класс деген сияқты қазақ тілінде оқытылатын және орыс тілінде оқытылатын сыныптар бар. Ерекше білімді қажет ететін оқушылар сол сыныптардың арасында бізде балалар бар, оқиды. Балалар бар, Бар, бір сыныпқа неше баладан балаға дейін қабылдауға болады? Әлде ондай сан шектеу жоқ па? Ондай шектеу бар. Себебі бір сыныпқа
ерекше білімді қажет ететін үш баладан артық қабылдауға болмайды. Қабылдауға болмайды деп айтуға болмайтын шығар, бірақтан норма бойынша 3 бала қабылданады. Және басқа параллель сыныптар болатын болса, басқа келген балалар басқа сыныптарға да отырғызылады. Ал сіздердің тәжірибелеріңізде болды ма, басқа қалыпты оқушылардың ата-анасы біздің сыныпта ерекше бала оқымасын деген талаптары бар, осындай балаларды сәл ығыстырған, шеттеткен оқиғалар болды ма? Фактілер. Ондай оқиға бізде болған жоқ. Себебі қазір қоғамда көзі ашық, балалардың барлығы мұғалім жақтан да, ата-аналар жақтан да ондай балаларға наоборот толерантты дейді ғой. Сондай өзіне жақын тартуға, наоборот қатты ерекшелемей, бірдей көруге тырысады барлық жерде. Бұл мәселемен Динара Еркінқызы бетпе-бет келіп, қазір балалары 17-ден асты. Егіз бала, екеуінде де диагноз бар. Сіздің мектепке баланы бейімдеу, оқыту мәселесі қалай болды? Сіздер осы мәселені қалай шеше алдыңыздар? Енді мен балаларым 9-шы сынып бітірді, аттестатын алды, біз мектептен шықтық. Әрі қарай не болатын әлі ашық. Қай жаққа біз мойын бұрамыз. Бірақ енді мектепке барғанда, біз 1-ші сыныпқа барғанда, онда инклюзивті класс болған жоқ, біз Павлодарда оқыдық. Біз барып көрдік мектепке, ПМПК бізге үйден оқыңдар деді. Сосын біз басқа пандемия кезінде басқа елде тұрғандықтан үйден оқыдық онлайн. Енді осы Астанаға көшкеннен бері мен инклюзивті классқа барам, тырысып көреміз деген жағдаймен бардық, отырдық. Бірақ бұл тәжірибе бізге жақпады. Балаларым жақпағандықтан мен сосын оларға үйде оқыған дұрыс деп санадым. Мектепте именно білім алу деген біздің балаларға менде ондай үміт болған жоқ. Әйтеуір кішкене қоғамға бейімделіп көрсін деген жағдай болды. Мектеп әлі дайын емес, балалар әлі дайын емес. Егер енді кішкене нормаға жақынырақ болса балалар, онда мектепке баруға болады. Әртүрлі көзқарас бар, ата-аналар жақтан да, балалар жақтан да. Мен балам негізі тьютордан қашып кетіп мектепте. 3-ші этажға кетіп қалып, тьютор оны іздеген де жоқ. Мен сосын өзім келгеннен кейін өзім қорықтым. Осылай балам жүгіріп кетсе мектепте, басқа бала оны ұрып алса, соғып алса, сосын айтады ғой, ол бала сөйлей алмайды, оны ерекше бала бізді ұрды, соқты, сосын біз оған сондай жағдай жасадық деп. Сондықтан біз үйден оқыдық, бірақ үйден оқыған тәжірибе бізге де жақсы болды. Мамандар да, потому что бізде программа өз балаларыма бейімделген. Прям білім емес, ал мынандай өздеріне керек нәрсе. Мынау су, мынау шай, мынау алма деп андай программа туралы өздері солай оқыды. Сондықтан сұрақтар көп, жауаптар әлі аз бұл салада. Азамат мырза, сіз қазір коррекциялық орталықтың жетекшісісіз. Балалар енді сізге 3 жастан, мүмкін 2 жастан келетін шығар. Жалпы мектепке дейін қандай да бір дүниеге бейімдеуге бола ма? Енді білеміз, аутизмнің түр-түрі көп. Жаңағы мектепке қабылдау бойынша ПМПК бағыттайды ғой, баланың қандай жағдайда сабақ оқитын. Жаңағы мектептің өзінде инклюзивті класс болуы мүмкін, немесе коррекциялық мектепке бағыттау мүмкін, немесе үй жағдайында оқуы мүмкін. Ерте жастан бастап көмек көрсету ол қазіргі таңда барлық мамандардың жаңағы кеңесі болып табылады. Өйткені ерте жастан бастап баланы бейімдеу, оқыту, балаға мектеп жасына дейін көмек көрсетілген жағдайда оның дамуында бір қатар өзгерістер оң жағынан болуы мүмкін. Одан кейін жаңағы мектепке барған кезде де, мектепте оқып жүрген кезде де бала коррекциялық сабақтарға үнемі баруы қажет. Өйткені игеру керек дағдылар, оның барлығы мектеп деңгейінде бала толықтай игеріп үлгермеуі мүмкін. Сондықтан да коррекциялық орталықтарда қосымша бала үнемі барып жүреді. Бұл жағдайда мектепте көбінесе қиындықтар болады баланың басқа балалармен қарым-қатынасында,
жаңағы көпшілікте отырған кезде айтылған сөздерді ұғына алуына, берілген тапсырманы орындай алуына, сондықтан да коррекциялық орталықтар баламен жеке жұмыс жасап, жаңағы баладағы бар қиындықтармен көмек көрсету арқылы, ол дағдыларды үйрету арқылы қосымша жұмыс жүргізеді. Ақмағат ханым, айтыңызшы, әр балаға бір көмекші тьютор беріле ме сіздерде? Әлде үш бала бір сыныпта үш бала отыр, әлде үшеуіне біреу беріле ме? Әлде мүлдем ондай санат жоқ па? Бұл жерде жаңағы педагог ассистент деген маман болады, арнайы маман. Ол да педагог статусы бар. Получается, ол да педагог негізінде әртүрлі пәннің мұғалімі болуы да мүмкін. Міндетті түрде белгілі бір арнайы енді ғана оқытылып бітіріп жатыр. Ол колледждерде, университеттерде педагог ассистенттер ерекше білімді қажет ететін балаларға арнайы тьютер сияқты, иә. Оның әрбір бізге келген балалардың ПМПК біз несіне қорытындысына қараймыз. Ол жерде қорытынды бойынша қандай ұсыныстар айтылған, сол жердегі мамандардың бәрін қамтамасыз етеміз. Ол жерде егер педагог ассистент деп жазылып тұрса, біз міндетті түрде штат бойынша бекітіп, сондай маманды қамтамасыз етеміз әрбір оқушыға. Әр оқушыға бір-біреуден. Егер ол қорытындыда жазылып тұрса. Қорытындыны беретін кім? ПМПК орталығы береді. Иә, орталығы береді. ПМПК деген бір жер бар. Енді оған барған ата-аналарда, балаларда психологиялық соққы алып шығатын сияқты, солай ғой Гүлбану? Сол жердің мысалы өзіңде жиі барып тұрасың, иә? Жиі ме? Жылына бір рет барып тұру керек? Жылына бір рет, кейде екі рет. Жылына бір рет, екі рет. Ол жерде не істейді балаға? Жаңағы қандай да бір сараптау тағайындайды, ол жерде отырып өздері тест өткізеді, солай, иә? Менің білуімше. Ол ПМПК деген жаңа айттым ғой, енді педагогикалық, медициналық, психологиялық комиссия деген ол жер кез келген осындай диагнозы бар, тілі кеш шығып жатқан, сөйлей алмайтын, аутист болсын, басқа кез келген ерекше балаға мектепке, балабақшаға жолдама беретін жер. Ол ПМПК-ның қорытындысы жоқ бала ешқандай жерге мемлекеттік бара алмайды. Мектепке де, балабақшаға да, жаңа ақылыларға бара беруіне болады. Ол комиссия енді өзге өңірлерді білмеймін, Астана бойынша бірге дейтін сайт бар. Сол бірге дейтін сайт арқылы айына 2 рет мынандай уақытта таңғы сағат 9-да мысалға олар жариялайды, жаңа запись ашық деп. Сол кезде сен ЭЦП кілтпен таңдап жазылып үлгеруің керек. Ол міндетті түрде ол жерде сайт істемейді. Ол ашылмайды, оны жаза алмайсың. Кейбір ата-ана мысалға оның компьютері жоқ, оның мынандай телефонмен істейтін қосымшасы ашылмаған, істемейді. Тек компьютер керек оған. Ол үшін байқұс ата-аналар ерекше баласы бар, жаңағы кафенеға баруы мүмкін, бір жерге баруы мүмкін, әйтеуір таңғы 9-да өтеді, ол 9-да міндетті түрде қатып қалады. Менің өзім 2 ай жазыла алмаған. Сонда ПМПК-ның жаңағы тексеруіне бару үшін алдын ала жазылу керек. Жазылуға еще мүмкін емес. Мен 2 ай жазыла алмаған. Сосын 2 сағат па, 1,5 сағат па тексереді, кәдімгі отырып алып тапсырмалар береді. Ана әйнектің ар жағынан комиссияның адамдары қарап отырады. Сенің балаңа ол 1,5 сағаттың өзінде баланың жалпы мінез құлқына талдау жасап, қорытынды беру өте қиын. Өйткені бала ол кезде ауырып баруы мүмкін, көңіл күйі болмай баруы мүмкін. Сізде 1,5 сағат ол үлкен уақыт, жарты сағаттан қарап. Жарты сағатта қарап шығады, негізінен басқа ата-аналарда білемін ғой. Ол баланың ұйқысы қанбай баруы мүмкін, көңіл күйі болмауы мүмкін. Бала ғой енді ол бала. Очередь болады онда. Сосын жаңа ортаға барады, ол жерге бейімделіп, ол бала қарап. Айтқан істемей қоюы мүмкін, ол орнамай қоймын. Сосын сенің балаң агрессиясы бар, болмаса жаңағы негізі еще ПМПК-да істейтін адамдар балаға көз қарасы да дұрыс болу керек. Олар өздерінің көңіл күйімен отырады, ана специалисттар, мамандар, сосын олар былай бір күні былай, мен қызымды бір күні апарып, ұлымды бір күні апарсам, бір күні жақсы маман болды, екінші күні маманың көңіл күйі нашар болғандықтан баламда көңіл күй нашар болды. Сондай жағдайлар болып көреді. Енді олар как человеческий фактор дейді ғой, олар да адамдар, бірақ енді сен солындай жерде жұмыс істесең, кішкене фокус. Ол жер баланың тағдырын шешетін жер ғой. Бір сөзбен айтқан кезде. Ол баланың тағдырын, сенің балаңды үйде оқыту керек па? Жоқ, арнайы мектепте оқыту керек па? Жоқ, жалпы мектептің жаңағы сыныпқа тьютормен беруге бола ма? Оған тьютор керек па, жоқ па? Соның бәрін шешетін ПМПК. Сенің былайша айтқанда ата-аналар оны бір соттың үкімі сияқты қабылдайды.
ПМПК шешеді. Яғни ол баланың тағдырын шешетін жер болғандықтан, жаңа Динар ханым дұрыс айтып отыр, ол жерде көңіл күймен сол балаға шын жаның ашып қарауың керек та. Ол мамандар ғой, адамдар. Кейде көңіл күйі жоқ, кейде шаршап отырады, кейде ауырып отырады, кейде басқа деген сияқты. Жарты сағатта тез қарайды да, болды, сен үйде оқисың деп шешім шығара салады. Болмаса сенің балаң жалпы мектепке келмейді деп. Мен сол ПМПК-дан жыламай шыққан ана жоқ шығар деп ойлаймын. Көзінің сорасы шығып, анау соттың үкімін естіп бір неғып шыққан сияқты болып шығады ол ПМПК-дан. Біз не мен балаларым ПМПК-ға уже қанша жыл бұрын барды, иә? Иә. Қазір олар 17-де. 10 жыл бұрын, еще садикқа барғанда да еще апарғам. Қазіргі негізгі ПМПК бұрынғы жылдан қарағанда прям мынандай үлкен разницасы бар. Мен Павлодардағы ПМПК-дан кейін ата-анаға өзі психиатрияға өзі барып жатса деген. Сіздің айтуыңызша соны жақсарған ғой қазір. Жақсарғанның түрі сондай қазір. Яғни бала өсіп жатыр. Неге жаңағы записқа да орын жоқ? Бала өсіп жатыр. Бала саны көбейіп жатыр. Себебі мынау 2020 жылды коронавирус кезінде, ковид кезінде туған балалардың көбі қазір ерекше балалар нағыз мектепке баратын жасқа келді ғой, енді 6 жасқа. Бала саны өсіп жатыр, ерекше балалар көбейіп жатыр да, ал ПМПК сол ПМПК күйінде тұр. Көбейіп жатқан жоқ олар. Сол маман, сол Астанада қанша 4-еу ма 5-еу ма бар, сол күйінде. Мен аймақтарды айтпай-ақ қояйын. 4-5 орталық бар, иә? Иә, ол Астана бойынша. Аймақтар одан да сорақы. Мамандар сол бір маман қанша жыл неше жыл отыр. Оларына заманға сай, терапия дегенді ұқпайды, соған барады десең ол не деп өзіңнен сұрайды деген сияқты ғой. Анау кеңес кезінен келген үлкен кісілер отырады, айлық жалақысы төмен. Анау баратын жеріне қарасаң дивандары жыртық, ішіне кірсең деген страшно. Ойыншықтарының өзі 40 жыл қалған. Енді біздің Астанада ол үшін жақсы күйі. Соның өзі сондай. Ол ПМПК қай министрлікке қарайды? Оқу ағарту министрлігіне қарайды. Оқу ағартуға қарайды. Оқу ағартуға қарайды. Біздің балалардың тағдырын шешетін мүгедектігін жаңа беретін, жәрдемақысын беретін еңбек министрлігі, білімін жаңа ПМПК осындай тағдырын шешетін оқу ағарту министрлігі, сосын денсаулығын, диагнозын қоятын жаңа мүгедектікке дейін денсаулық сақтау министрлігі. Біздің балалардың тағдыры осы 3 министрлікке, қаржыны қосқанда 4 министрлікке қарайды. Жоқ, сіз жаңа айттыңыз ғой, ерте коррекция жасаса, сонда бала мектепке дайын болады. Ал кішкентай кезінде сол коррекция жасауға бізде центрлар жоқ. Тек ақылы ғана. Енді көп ата-аналар жұмыс істей алмайды. Мен блог жүргіземін ғой, маған көп ата-ана жазады, мынау қымбат, біз анаған бара алмаймыз, мынаған бара алмаймыз. Бізде барлық центрлар кішкентай балаларға барады, олар ақылы. Ал үлкен балаларға олар даже ақысын төлеп бара алмайсың, жоқ ондай орталықтар. Динар ханым, сөзіңіз аузыңызда үлкен балаларға мүлдем жоқ дейді. Мектеп жасындағы немесе әлі жеткіншек балаларға орталықтар бар, бірақ сіздерде баға қалай? Сіздер жекеменшік орталықсыздар, иә? Мысалы, қандай балаға енді өте керек деген бір 3-4 нені айтыңызшы? Курс дейміз бе, бұны қалай дейміз? 3-4 сабақтың бағасын. Қазіргі таңда балаларға көмектесетін жаңағы әлемдік эффективті көмек көрсете алатын мамандықтар, жаңағы терапия түрлері, ол жаңағы АФК, сенсорлық интеграция дейді, АБА терапиясы дейді, жаңағы логопед-дефектолог мамандармен жұмыстар. Жаңағы АБА терапия, сенсорлық интеграция мамандары, ол жаңағы жекеменшік орталықтарда бар мамандар. Ол жаңағы мемлекеттік орталықтарда ондай мамандықтар жоқ болғандықтан ата-аналар екі жақта жүруге мәжбүр. Былай қарап отырсақ, мемлекетте жағдай жасалып жатыр. Орталықтар көп, оның барлығында жаңағы оснащение дейді, бейімдеу, жаңағы кабинеттер дайындау, материалдық базаның барлығы дайындау жақсы деңгейде көмектесіп жатыр. Бірақ қай жағынан қиындық? Әрине ол жаңағы мамандар жұмысы бойынша қиындық. Маман табу қиын ғой сонда, иә? Маманды табу қиын, маманның өзі сол жұмыс бойынша жақсы нәтижеге тәжірибені алу, оны шыңдау, баланың жағдайын жан-жақты қарастыру соған байланысты. Жаңағы айтып жатқан ПМПК-ның өзінде де Гүлбану ханым, Динара ханым айтып жатыр ғой, сол мамандар 10 жылғы әлі сол біліммен немесе сол өзінің дағдысы бойынша жұмыс жасап жатыр, әлі өзгермеген, жаңағы балаға жан-жақты қарастыру, оның дамуына жол беретін маман болғандықтан көп ізденіс жасау, ол әр маманға қажет дүние. Сондықтан да кейде ата-аналардың назы осы маманның дұрыс жол бермеуі, баланың жұмыс жасау бойынша, одан көмек көрсеткен кезде салғырт қарауы
болып табылады. Ал бағасы қанша жеке- соны айтыңызшы иә, мысалы. жеке орталықтардағы мамандар қалай? Мамандар ол жаңағы өзінің біліміне ақша құяды, шетелден оқиды, жаңағы Олар мамандарды нәтижеге тартады, жұмыс істейді, нәтижеге өйткені- жұмыс жасайды. Өйткені ол жаңағы өзінің алып жатқан еңбек ақысына да байланысты. Қаншалықты нәтиже көрсетесің, қаншалықты сенің жаңағы жұмысың ілгері жылжиды, соншалықты табысың да жоғарылауы мүмкін. Сондықтан да жеке меншік орталықтардағы мамандар көбінесе жаңағы мемлекеттік орталықтардан бөлек жұмыс жасауы мүмкін. Бұл жердегі ата-ананың ақша төлеу бойынша қиындықтары ол жаңа апатаның қымбат болуы. Неліктен? Өйткені ерекше баламен жұмыс жасау ол оңай емес. Иә. Маман психологиялық тұрғыдан устойчивый болу керек. Өйткені айғайлауға, ұрысуға, ұруға, қандай да бір моральдық, психикалық немесе физикалық давление жасауға болмайды балаға. Бала бізге келген кезде ол жаңағы көмек алу үшін келеді. Біз оған қиындық тудыру үшін емес, оны осы өмірімізге бейімдеуге, ата-анаға көмектесуге, жаңағы балаға көмектесуге қабылдап аламыз. Сондықтан да маманның мойнында үлкен жүк бар. Ол жаңағы ата-анаға да көмектесу, балаға да көмектесу. Сондықтан ата-аналар 1 сағаттық, 2 сағаттық сабақтар үшін 200 мыңнан бастап 300-400 мыңға дейін, егер жарты күндік сабақтар болса, ол 500 мыңға дейін ақы төлеу қажет болып тұрады. Және де сол баланы күнделікті сабаққа алып келіп отыр үшін ата-ананың біреуі үнемі бос болу керек. Балаға қарайласу керек, оны сабағына апару керек, алып кету керек, үнемі жанында болу. Сондықтан да бұл жанұяға өте қиын. Ер адам жаңағы жұмыс жасау керек, анасы баламен үнемі бірге жүру керек, сабақтарға апару керек. Сондықтан да бұл жердегі қиындық ол жан-жақты. Мамандар, ата-ана, бала, мемлекетке сол жағынан қарастыру керек бұл істі. Бұл жерде мынандай ғой, бізде енді ақыл орталықтардың бағасы қымбат деп айтып жатамыз ғой, бірақ ол соған сайда. Себебі жаңағы шетелден білім алады, әр балаға жеке бағдарлама құрады, ол жаңа моральдық тұрғыдан да оңай емес, ол бар ұрып жіберуі мүмкін, сенің агрессиясын көрсетуі мүмкін, көнбеуі мүмкін. Мен көремін ғой неше түрлі балалар. Ол өте оңай емес. Ары кетсе 3 баламен айналысқаннан кейін маманның түгі қалмай шығады ана жерден. Бісміллә. Ал енді неге бізде мемлекеттік коррекциялық орталықтардың маманның жұмыс істеуі нашар десек, себебі оларда жаңағындай ескі баяғы жүйемен жұмыс істейді. Қазір балаларға подход дейміз ғой. Жаңа мінез құлқымен жұмыс істеу жағын білмейді. Ол бар. Яғни жалпы мемлекеттің өзінде осы мамандар дайындауда сол нәрсені дүниені енгізу керек те, олардың білімін жетілдіру керек. Сосын ең бірінші бұл жаңа мемлекеттік орталықтардың мамандардың тұрақтамауы, мамандардың тапшылығы олардың жалақысына байланысты деп ойлаймын. Мысалға менің қызым баратын орталықтың жалақысы логопед мысалға 180 мың, егер жаңадан келген маман болса, мемлекеттік. Иә, 180 мың теңге жалақы алады Астанада. Ал енді тәжірибесі 2 жылдан жоғары болса, ол 250 мың теңге алады. Енді сіз Астанада сол ақшаға өмір сүре аласыз ба? Әрине жоқ. Сосын ол жерде отчет көп. Бізде міндетті түрде есеп береді, ананы бүйттік, документация дейді ғой. Олар өзін өзі дамытуға да уақыты жоқ менің түсінгенім. Мен олармен де сөйлесем ғой. Сондықтан ал ақыл орталықтарда маман оқуы мүмкін, тек жаңағы күніне 4 баламен 5 баламен айналысып, содан кейін қалған уақытында ол демалуы, өзіне көңіл бөлуі, жаңа өзін жетілдіруі мүмкін. Жалақысы да мемлекеттік орталықтармен салыстырғанда әлдеқайда жоғары. Сол үшін кішкене білімі бар маман қайда қашады? Ақыл орталыққа қашады. Жаңағы мемлекеттіктер қайтадан маман іздеумен сондай жағдай педагог ассистенттермен тоже сондай жағдай ғой. Сіздерде болды ма осындай мәселе? Педагог ассистенттерді үнемі іздеу, өйткені педагог ассистенттер мүлдем олар няня. Олар бар ма жалпы бізде? Педагог ассистенттер бар, әрине бар. Бірақ олар солай текучка ғой. Олардың ақылары үлкен емес. 100 мың теңге ма сондай? Жоқ, енді ол мектептің өзінің штаттық жұмыс қызметкерлері ол жерде бекітілген сумманы алады, зарплатаны. Енді әр мектепте әртүрлі, мен оны нақты мына мектепте мынанша алады деп мен айта алмаймын ол туралы. Жаңағы айтып кеткенде ол мамандармен жалпы біздің мектептің өзін алатын болсам, мысалға ол жерде жалпы инклюзияны қолдауға арналған кабинет бар, және мектептің ішінде инклюзияны қолдауға арналған
қызмет бар, служба деп айтады ғой, сондай бар. Ол жерге арнайы мамандар бар. Қазір енді осы соңғы уақытта арнайы мамандар дегенді енді енгізіп жатыр. Мүмкін ол басқа мектептерде болмаған шығар, немесе қазір мына бастауыш сыныптардан бастап көбінесе балалардың саны жылдан жылға артқаннан кейін көбірек ерекше білімді қажет ететін балалардың саны қазір бастауышта өте көп бізде. Және сол неге жаңағы қызметке кімдер кіреді? Ол жерге педагог, психолог кіреді, және ол педагог, психолог тек қана ол баламен басында келген кезінде ғана емес, олмен жұмыс жасайды, әрбір баламен өзінің сабағына байланысты коррекциялық жұмыстарды өткізеді. Одан кейін ЛФК сол сияқты мамандарды да егер жазып берген болса, бізде баланың саны көп болса, егер мектепте, онда ондай мамандар да іске тартылады. Және логопед, дефектолог, педагог, психолог, социолог, әлеуметтік педагог және педагог психологтар бар. Бұл қазір әр мектептің штаттық кестесінде бар ғой бұл мамандар? Әрбір мектептің штаттық кестесінде бар олардың барлығы, және әрбір ұйымда міндетті түрде ондай педагогикалық, психологиялық қолдау қызметі болуға міндетті. Және ол барлық мектепте бар, және ол қызмет көрсетіледі. Сіз енді білетін шығарсыз, нәтижесі қалай болды? Мектепке бардыңыздар ғой? Мектепке барғанда бізде негізі ата-аналардың өзі инициативасымен кабинет поддержки инклюзии деген бізде болды кабинет. Бірақ енді педагог ассистент, енді балаға жазылған, ол бәрібір бізге бірінші айда болған жоқ, екінші айда табылды, сосын олар ауысқаннан кейін қайтаран балаға үйрену керек ана басқа педагог ассистентқа. Сосын олардың өзі алатын ақшалары негізі мотивациясы жоқ баламен жұмыс істеуге. Соны қаражаты аз, білімі жаңа университет бітіріп келген жас балалар, енді олар қайдан тәжірибе алу керек. Оларды бір үйрететін курстар болу керек. Мүмкін, Азамат? Қандай? Қандай болып жатқан жоқ па, Ақманат ханым, сізге сұрақ? Қазір енді ерекше балалар көбейіп жатыр, өкінішке орай. Талап күшейіп жатыр қоғамнан. Яғни осындай мектеп ашыңдар, осындай сыныптар ашыңдар деген. Ол әдеттегідей есеп беру үшін ғана ашылған сыныптар болып есептеліп кетпей ме? Жоқ, ондай емес. Мысалы, мұғалімдерді арнайы білім бар маман емес, енді келген жастарды сен кішкене курс оқып ал, осылай кіре сал деп сондай бір дүниеге айналып кетпей ме? Жоқ, енді ол жерде әрбір айтып жатқан жаңағы арнайы маман бар ғой, әркімнің өзінің несі бар, әркімнің өзіне статусы бар. Менің балаларым оқыған мектепте, оларды айтып тұрмын ғой, олардың кабинет поддержки инклюзиясы бар, онда сол кабинетке қарайтын маман бар, оларға қолдау көрсетеді, үйретеді, бірақ енді қазір басқа мектептерде ашылып жатыр, көбінесе балаларды просто қасынан жетектеп кабинетына, туалетқа, анда-мында апару деген, бірақ соны қалай үйрету керек, сол мамандарға, енді балалар көбейіп келе жатыр, сол мамандар кішкене білімдері көбірек болса. Ондай мамандарға IB терапияны білетін мамандар тютор болу керек сияқты менің ойымша. Бірақ ол енді оны біреу үйрету керек қой. Демек мемлекет соны енгізу керек, оқу жүйесі қазір мысалы біздің тьюторлардың в основном қызметі, мен түсінгенім, ата-аналарда мен енді өзім жеке басым өткен жоқпын, няняның қызметін атқарады. Ары кетсе отырады қасында, бір баланың мінез құлқында бір қандай да бір ерекшелік болып сөйлеп, ыңылдап, өзгелерге бөгет жағдай жасаған кезде алып шығып кетіп, арнайы бір кабинетке қойған, соған апарып ойнатады. Дәретханаға апарып келуі мүмкін, үзілісте бүйтеді, өзі 2 шақ сабақ қой енді оқитыны. Сөйтеді да ата-анасының қолына тапсырады, сондай ғана қызмет атқарады. Ал менің ойымша, менің жеке пікірім, тьютор жаңағы баланы қоғамға қосу үшін, әлеуметтік қарым-қатынас құру үшін, балаларға қосу. Ол үшін қандай мотивация болу керек ол кісіде? Ақшасы жоғары болу керек. Ол тек қана ақшаға ғана. Зарплатасы қанша олардың? Мен оны нақты айтпай қояйын. Кішкентай ақ зарплата 120 мың. Мысалға, кез келген жаңадан жұмысқа кірген мұғалім Астанада қанша алады? Средний, мен өзім білетін, мысалға мен өзім туысым 250 мың алады. Ол басқа пән, педагог ассистент емес, басқа пәннің мұғалімі. Педагог ассистенттерде сондай нені алады. Ол жерде ең бастысы, ол енді бастап жатқан, мысалға, ол педагог ассистент тек қана жас маман деген нәрсе емес қой. Ол содан кейін тағы да бұрында бір нәрсе айтып кететін.
білетін педагог ассистент деген ондай штат болған жоқ бұрында. Ол енді ғана енгізіліп жатыр және ол енді ғана оқытылып жатыр. Оның түлектері әлі шыққан жоқ. Мысалға педагог ассистент деген арнайы маман әлі оқуды аяқтап Қазақстанда олай шыққан жоқ. Сондықтан қазір жаңа басында айтып кеттім, педагог ассистентке педагог статусы бар кез келген мұғалім ассистент бола алады. Мысалға ол бастауыш танымы мұғалім бола ол алады. жаңағы Гүлбану айтып тұрған IB терапияны білмеуі мүмкін. Ол ерекше бала деген не екенін білмеуі мүмкін. Оған сопровождение жасалынады ғой. Ол мысалға тоже барып нете салмайды ғой баланы осыған қарайсың деген сияқты. Курстар өтетін шығар. Өтеді, әрине. Біз сентябрьде мектепке бардық. Бізге айтты, педагог ассистент әлі жоқ штатта. Әлі біз бердік заявка, білмем қай жерге, әлі келген жоқ. Сентябрь, октябрь, сол ноябрьде бір кісі табылды. Сондай жағдайлар көп. Динара ханым, мектеп бітіргеннен кейін ендігі жоспар не істейсіздер? Сіздер мектеп жасынан астыңыздар, иә? 9 сынып бітірдіңіз. 9 сынып бітірдік, аттестатымызды берді, мектептен шығарды. Ручкой помахали, сау бол деді. Не айтатын білмеймін. Мен негізі қазір міне колледж бітірген балаларды, осы менің балаларым сияқты 9 бітіріп, мектептен колледж бітірген балаларды мен өзім сізге бармақпен айтып бере аламын. Мен білем сол балаларды кім бітірді. Ал олармен бітірген балалар көп қой. Қайда басқа балалар білмеймін. Олар енді үйлерінде отырған шығар. Жалпы 18 жастан асқаннан кейін бұл бір үлкен мәселеге айналады, өйткені берілетін жәрдемақы тоқтатылады, иә? Мүлде азая ма әлде? Жәрдемақы тоқталады ата-анаға қатысты. Баланың инвалидности бар, мүгедектігі 2-ші группа. Ол қалай болды, солай қалады, бірақ ата-ана балаға керек емес сияқты уж. Ол керісінше болу керек қой, өйткені кішкентай кезінде кешірімді, иә, ерекше бала болса да, қалыпты бала болса да, әйтеуір бала деп кешіріледі. Ал ересек кезінде ол баланың істеген әр өрескел іс-қимылы көзге өте қатты байқалып тұрады. Керісінше 18-ден кейін бір емес 2 адам қарау керек шығар ол баланы. Мысалы, иә, кейбіреу күш бермей кетуі мүмкін, агрессия болуы мүмкін балада. 18 жастан кейін жаңа Динара ханым айтып жатыр, 2-ші топ мүгедектік, яғни аутизм, сондай ментальды денсаулығында кінараты бар балалардың қамқоршысына, яғни ата-анасының біреуіне берілетін жәрдемақы тоқтайды. Ол жәрдемақының көлемі қанша? 83 мың теңге. 83 мың теңге. Енді бірақ ол бала 18-ге толғаннан кейін бір ғажайып болып, бала өзімен өзі қоғамға шығып, жаңағы өзімен өзі бәрі керемет болып кетпейді ғой. Ол бет қолын жуып, жаңа дәретханаға барғаны оның сау екенін білдірмейді ғой. Сондықтан оған бір адам міндетті түрде жұмысқа бармай қарап отыру керек. Сондықтан ол мәселені қазір енді мемлекетте қайтадан қарастырамыз деп жатыр. Жәрдемақыны көбейтудің орнына тоқтатып тастаудың өзі нонсенс қой негізінде. Енді кейбір кезде айтамыз, адам басынан өтпегеннен кейін түсінбейді деп. Бала диагнозын білгеннен кейін, оны әрине ата-ана қабылдап мойындағаннан кейін бірден коррекциялық орталықтарға барып қадамдап дамыта беру керек, бұл мәселені. Бірақ тағы да ақшасы бар ата-ана әрине ақыл орталыққа апарады. Ал ақшасы жоқ ата-ана не істейді? Гүлбану, бір балаға қанша кетеді? Мысалы, өзіңнің шығындарыңда бір қызға ғана кететін. Енді негізгі базалық сабақтардың өзіне айына кемі 300 мың кетеді ғой, индивидуальный сабақтарға барсаң. Ал жалпы жарты күндік коррекциялық орталықтар 400-500 мың теңге жарты күннің өзіне сондай алады. 700 мың теңгеге дейін алатындар бар, 1 миллион теңге алатын орталықтар бар. Ол енді қандай неге бересің, өзе береді, потребностің бар. Ал жалпы жаңағы айтып атқан инклюзияның бәрі мен бүйтіп анализ жасап қарап отырсам, жаңа бір сыныпта ары кетсе 3 балаға дейін отыруға болады, инклюзиялық сынып деп аталады. Оған 1 тьютер береміз, 2 тьютер береміз деп отыр ғой. Ол жаңа диагнозы өте жеңіл балалар бар ғой. ЗПР дейміз, ЗРР дейміз жаңағы. Өте жеңіл желпі, ол баланың зейіні тұрақты, өзін ортада ұстай алады, айтқанды ұғады, түсінігі жақсы. Сондай балаларға ол инклюзия жақсы шығар.
ал енді одан ары қаратай диагнозы қиындай беретін балаларға жаңа зейіні тұрақсыз, агрессиясы бар дейміз, неше түрлі жаңағы айтқанды онша түсінігі төмен балаларға ол инклюзия жаңағы біздің мемлекеттің жасап отырған дүниесі келмейді деп ойлаймын. Ол сондықтан әр ата-ана мектепке дейін ең болмаса сол енді мүмкіндігінше сол коррекциялық сабақтарға апарып күнделікті дағдыны меңгеретіндей бала әзірлеу керек деп ойлаймын. Мектепке дайындық деген сол бізде. Ал ол бірақ арзан емес қой. Иә, ол арзан емес. Енді оны қалдан көтерсе ақшасы бар адамдар, иә, Динара. Енді как говорят же, чувство вины, да, көп ата-аналар сосын сол чувством вины живут. Неге көп апара алмайды, қымбат коррекционный центрларға. Көп бала бар, енді сіз айтып тұрсыз ғой, андай кішкене жеңіл желпі балалар инклюзивті класстарда отырады, енді оқи алады, ал басқа балалар қиын балалар. Олар қайда, қалай өмір сүру керек, қай жерде оқу керек, қандай білім алу керек, не істеу керек? Не істеу керек? Даже коррекционный школға апарса да, үйден оқытса да, сосын 9 бітіреді, сосын не істеу керек? Ашық. Сіз қазір сізді тығырыққа тіреп тұрған мәселе осы, иә? Балалардың жасы 17-де. Балаларды қазір мен бар, әкесі бар. Біз қараймыз, біз олардың спорттары бар қазір, сабақтары бар, өзіміз жағдай жасап жатырмыз. Бірақ енді қандай уақытқа дейін біз оны жасаймыз, мемлекеттен қандай бізге көмек болады? Помимо того, что сейчас 83 мыңды алып тастайды. Иә. Яғни ата-ана сен мәңгілік емес қой, ешкім шайтан емес. Күндердің күні біздің де көзіміз кетеді, жаңа ханым айтып отырғаны. Біз күнделікті балаларды қоғамға бейімдеп үйретеміз. Күнделікті, таңертең тұрады, мына тісіңді былай сасың, мына жуынасың, тамағыңды былай ішесің, мына ыдысыңды мына жерге жуа. Біз күнделікті, біздің жұмысымыз осы, да? Менің күнделікті жұмысым осы 2 баламмен. Мынаны істейсің, мынаны істейсің, мынаны істейсің. Бірақ енді бірдеңесі бір білім сіңеді, біреу сіңбейді. Енді бірдеңені түсінеді, бірдеңені түсінбейді. Бірден күнде қайталай бергеннен бірдеңені ұғады, бірдеңені ұқпайды. Көп ата-ана соны қайта-қайта үйретеді, ұқпағанын бала түсінбейді, ұқпайды, оны қолдана алмайды. Сондықтан көп ата-аналарға айтады, енді сен балаң сондай емес, не істейміз енді? Оны қай жерге жауып қою керекпіз біз? Бұл басқа мемлекеттер біз мысалға алатын болсақ, ол мемлекеттер 20-30 жылдап осындай біз қазір мысалға алып отырғандай жағдайға жетіп отыр. Біздің Қазақстан да дамып келе жатыр. Біздің қоғам көтеріп жатыр. Қазір өзімізді осы жерде айтып отырғанның өзінде де қоғамға біз ақпарат беріп жатырмыз. Егер де біз қазір көтеріп айтып, мысалдарды алып, шетел мемлекеті олар қателікпен қоғамның араласуымен енгізді ғой оның барлығын. Ал біз оны өтіп 10-20 жыл қайтадан сол жолда жүрмей-ақ, қазір оны қолдануымызға болады. Шетелде мысалы осы МС дейді ақша бөлінетін, жаңағы біз медициналық организацияға барып ем-дом ала аламыз. Мемлекет оған жаңағы біз өзіміздің салығымыздан ақша бөледі. Сол сияқты жаңағы балаға көмек көрсету бойынша. Егер де балаға 2 сағаттық сабақтар керек болса, 4-6 сағаттық сабақтар қажет болатын болса, кәдімгідей жаңағы выписка дейді, соналарды береді, ұсынады, мемлекет соған ақшаны жібереді. Қазіргі таңда аутизм Қазақстан ассоциациясы бар, біз де оның мүшесіміз, подушевое финансирование деген сияқты жаңа ерекше балаға ақша бөлінеді ғой. Бірақ ол алдын ала уже бөлініп тастады. Жаңа сіз орда аутизм деген сияқты басқа орталықтарға барам десеңіз, мемлекет оларға уже ақша бөліп тастайды. Сіз барам деген кезде ақшаны жібереді сол орталыққа. Ал ата-ана кейде өзі таңдағысы келеді. Мысалы, мына жеке орталық бар, нәтижелі мен көріп тұрмын осы орталыққа барғанымды қалаймын. Бірақ ол орталық мемлекет финансирование бөлмейді. Ал егер де сол ақша баланың өзінде ғана тұратын болса, енді ата-ана шешіп алмайтындай бару керек, келісімшартқа отыру керек. Ата-аналар өзі таңдаушы еді. Мемлекет тек орталықтарды қаржыландырады, яғни субсидия береді. Ата-ананың таңдау құқығы жоқ. Мен мына орталыққа барам, мына орталыққа барам. Субсидия алған орталыққа ғана апара алады. Жоқ, жасөспірім подросттарға ондай даже жоқ. Жасөспірімдерге ол тіпті мүлдем жоқ. Сол бір орда деген бар, сонда 2 ай барасың, 2 ай демаласың, сол бір жұманың ішінде 2 сағатқа жұмасына 2 рет апара аласың. Оны апарып, пока келгенше сол қасында отырасың сол уақытта. Ал біздің жастағы балаларға, мысалға, коррекциялық орталыққа жаңа ПМК-дан қорытындыны алғаннан кейін кемі 1 жыл кезек күтесің коррекциялық орталыққа. Сосын 6 айдан кейін ол жерден шығарып тастайды сені. Вот түсініксіз да, коррекциялық орталық тіпті 1 жылға бермейді.
сенің 6 айдан кейін балаң күшті болып кеткен сияқты. Мен соны айтамын да үнемі. Одан кейін жыл сайын Қайтадан ПМК-ға өтесің, қайтадан жаңағы кезекті күтесің, сосын қайтадан сені очередьке қояды. Осындай круг. бірақ кезек келмей қалады. Енді мен мысалға қызым осы жақында ғана июльде несі бітті деп шығарды ғой, 1 июльден бастап. Сол коррекциялық орталықты біз 1 жыл 3 ай күттік. ПМК-ның закрытием. Оған дейін мысалы мен 1 жыл 3 ай бала деген дамып жатыр, мен қайда барамын, әрине ақылыға. Бірақ енді осы неге 6 ай барды, 6 айдан кейін шығарып тастайды. Енді біз мектеп алды емес, жалпы кез келген жерден 6 ай сайын жаңартып отырады. Яғни ол 5 жаста болса да, оның алдында да барды ғой, сол кезде 6 айдан кейін шығарып тастайды. Сен қайтадан ПМК-ға барасың, қайтадан заключение аласың, осы коррекциялық орталыққа бала бару керек, әлі мектепке дайын емес деп. Сосын жаңағы коррекциялық орталыққа сен үйіңе жақын іздейсің ғой, 4-5 береді. Қайтадан кезекке тұрасың, ол кезегің қайтадан сол айналып 1 жыл, 7 ай, 6 ай болуы мүмкін, енді білмейсің ғой. Сол кезең келгенше күтесің. Ол бір, екінші мысалға аутизм диагнозымен асыл мирасқа Өтемұратов қоратындағы барғың келеді, бірақ сен қатар екеуіне де бара алмайсың. Сен екеуінің біреуін таңдауың керек. Ол асыл мирасқа балалар көп, иә. Оған да 1 жыл кезек. Сондайда бізде ол тегін орталықтарға қол жеткізудің өзі бір өте қиын. Ал егер 16 жасқа дейін ондай центрларға бара алсаң, уже балалармен қазір 16 жастан бастап, или неше жасқа дейін бұл центрларға бара аласыздар? Асыл мирас сияқты. Коррекциялық орталықтар ол мектеп жасына дейін. Мектеп жасына дейін. Ал уже мектеп жасынан асқан балалар, жасөспірімдер, бірақ центр бар, сол. Бара алмайсың. Мысалы мен қызым биыл мектепке барады ғой, 0-ші сыныпқа. Ол уже мемлекет тарапынан мектеп оған бөлініп отыр да, ол енді қосымша коррекциялық орталықтарға бара алмайды. Ол деген сөз менің қызыма коррекция керек деген емес сөз емес қой, ол мектепте оған академиялық білімді бірмен бірді қосуда әріп тануды үйретуі мүмкін. Ал бірақ оған үнемі керек қой. Сондықтан біз ақылға барамыз, жалғастырамыз. Сондай нәрсе ғой. ПМК заключение жазып берді ғой осы жол бізге. Мектеп, арнайы сынып деп жазып берді, қосымша жаңағы әлеуметтік қызметкер. Аптасына 2 рет келетін болды. Бізге берілгені мемлекет тарапынан сол ғана. Басқа ештеңе жоқ. Ал осыған дейін мектептің орнында жаңағы коррекциялық орталық болатын. Оның өзінің уақыты бітті. Сіздерде қалай, Азамат? Сізде ерекше баланың әкесісіз, иә? Мектепке келесі жылы барады, бұйырса. Қазіргі таңда, жаңағы біздің орталыққа келіп жүр, үнемі 1,5 жасынан бастап сабақтарды бастадық. Бастапқысында үй жағдайында бастадық, өзіміз бастадық, оқытып, одан кейін үнемі сол коррекциялық сабақтарға түске дейін жаңағы индивидуалды сабақтарға барады, түстен кейін жаңағы топтық сабақтарға барады. Келесі жылы мектепке дайындаймыз. Биылдан бастап мектепке дайындаймыз. Оның барлығын өзім де түсініп жатырмын. Өзім де ойлап қоямын, кейде маманды оқытып, өзім дайындайын ба деп, оның тьюторын. Енді маман болғандықтан да, ата-ана болғандықтан да алаңдайсың ғой. Қандай маман келеді алдыма? Ертең өзіңде байқап тұрасың ғой маманның деңгейін. Сондықтан да енді мәселенің барлығы жаңағы маманмен жұмыс жасауға, маманның өзінде де қолдау қажет. Тақырыпты түйіндесек, біздің қоғам, біздің мемлекет ерекше балаларға білім беруге қанша процент дайын, Гүлбану? Енді мен қазір айта алмаймын, себебі балам әлі мектептің табалдырығын аттаған жоқ. Мектепке барып көргеннен кейін айтпасам, ал дәл қазір маған директордың өзі айтқан, кабинетте жоқ, маманда жоқ, күзге шейін әзірлейміз деп. Сондықтан ештеңе айта алмаймын мен. Сіз ше, Азамат? Қазіргі таңда Қазақстан даму үрдісі жүріп жатыр, жағдайлар жасауға тырысып жатыр. Бірақ бәрібір де айтылып жатқан жаңағы ата-аналардың сұраныстары, мамандардың сұраныстары, оның барлығы естіліп, орындау керек сияқты, жұмыс жасау керек сияқты. Әйтпесе оның барлығын өзгерту үшін тағы да ондаған жылдар кетіп қалуы мүмкін. Әлі былай. Енді білім саласын мамансыз ғой. Сізден де нақты. Енді бұрынғы уақытпен салыстырғанда барлық нәрсе балалардың саны да өсіп келе жатыр, өкінішке орай. Бірақ сонымен қатар білім алуға да жағдайды қолдан келгенше жасап жатыр. Бұрынғымен салыстырғанда әрине оң өзгерістер көп, бұдан кейін де жетілдіріледі. Қазір көп нәрсе балаларға, негізі балалар ол бүгінгі балалар, ертеңгі жасөспірім, сосын үлкен адамдар, олардың менталды ерекшеліктері өзгермейді, қалай болды, солай болады. Ал енді әр бала Мектептерде мониторинг жүргізу керек деп ойлаймын да мен, осы білім, инклюзиялық білімді
дамыту үшін неше бала жалпы инклюзияда оқыды, оның 30 ата-ана қарсы шығып немесе ол бала оқи алмай неше бала мектептен үй жағдайына оқуға ауыстырылды, неше бала мектепке әлі дайын емес, неше бала колледж бітірді, жұмыс тауып кетті, неше бала колледжден кейін үйінде отыр бітірсе де. Осының бәріне мониторинг жасалып бір жүйе құрылу керек деп есептеймін, менің өзім ойым. Сол кезде кішкене мүмкін жеңілдер, басқаша көзқараспен мүмкін бір қарар. нақты бағдарламалар қабылданар дейсіздер ғой. Иә, сол ал қазір қай баланың қайда екенін білмейді ау. Әр ата-ана Ол өзімен жаңағы өзі. тек қана өзінің участогіне тіркеліп тұруы мүмкін, иә? Иә, сол Иә. егер енді қазір кішкене міне мектеп желісінде балаларға қолдау жасаса, ал сол өскен балаларға қандай қолдау жасау керек? Енді оларды уже бала деп санамайды, үлкен адамдар деп санайды. Енді 18-ден кейін. Үлкен адамдар қайда кетті, не істеп жүр? Қанды? Сонда әр бала бақылауда болады деп ойлаймын. Әр ерекше бала, әр баланың құқығы қорғалады деп ойлаймын. Рахмет келіп пікір білдіргендеріңізге. Сіздердің пікірлеріңіз жоғары жаққа ұсыныстарыңыз жетер деп ойлаймын. Және сіздердің уақыттарыңызды алуға біздің де хақымыз жоқ, өйткені ерекше бала тәрбиелеп отырған әр ата-ананың уақыты есептеулі, санаулы. Сондықтан сіздерге төзім, сабыр және көп ақша тілеймін. Рахмет келгендеріңізге.